Қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен бірге таңғы шай жобасы. Біз бүгінгі шығарылымымызда отбасы құндылықтары, жастар тәрбиесі, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас және жас отбасыларға көрсетілетін қолдау туралы әңгіме өрбітпекпіз. Ал бүгінгі біздің студия қонағымыз Жамбыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің отбасын қолдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Көшкенбаева Эльвира Бектібаевна. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Алдымен өзіңізді таныстыра өтсеңіз, одан кейін отбасын қолдау орталығының жұмысы туралы қысқаша айта өтсеңіз. Жақсы, алдымен өзімді таныстыратын болсам, осы Жамбыл облысы Талас ауданында дүниеге келгенмін. Жоғары оқу орнының Шерхан Мұртаза атындағы инновациялық университетінде педагогика пәнін тәмамдадым. Осы отбасын қолдау орталығына ағымдағы жылдың мамыр айында директор лауазымына тағайындалдым. Содан бері жұмыс атқарып келе жатырмыз. Енді отбасын қолдау орталығының негізгі мақсаты мен міндетіне келетін болсақ, отбасын қолдау орталығының негізгі мақсаты отбасы институтын нығайту, неке және отбасын сақтау, сонымен қатар өмірде қиын жағдайға тап болған азаматтарға психологиялық, әлеуметтік және құқықтық кеңес беру, және де тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу болып табылады. Жақсы. Қазір өзіңіз білетіндей, жастардың өмірге деген көзқарасы өзгеріп келе жатыр. Осыған байланысты сізге қояр сұрағым, қазіргі жастар отбасын құруға қаншалықты дайын деп ойлайсыз? Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда жастардың өмірге деген көзқарасы, сонымен қатар құндылықтары, басымдылықтары және де талаптары өте басқаша, өзгеше деп айтсам болады. Себебі ол заман талабына сай. Әрине оны бұл дұрыс емес деп айтуға келмейді. Сонымен қатар барлық жастарға бірдей баға беру де ол мүмкін емес. Себебі барлық жастардың, әр жастың өзінің, әр адамның, әр тұлғаның жауапкершілігі, отбасындағы тәрбиесі, таңдауы әртүрлі. Себебі біз жеке тұлға болғандықтан әр адам өзінің мақсаты болады, жауапкершілігі болады, бұл өмірге деген таңдау болады. Әрине бұл көзқарас ол отбасын құруда да өз әсерін тигізуде. Себебі қазіргі жастар бірінші білім алуды таңдайды, өзінің жаңағы қажеттіліктерін жабуды, бірінші маман иесі болып жұмысқа орналасуды, сонымен қатар қаражат мәселесін тұрақтандыруды жөн көреді. Ол өте дұрыс. Дегенмен отбасын құруда ең маңызды мәселе ол қаражат мәселесі емес қой. Отбасын құрудағы мәселе бірінші бір-біріңді танып білу, түсіну, бір-біріңді тыңдай білу, қолдау қажет кезде. Сонымен қатар ең басты ол жауапкершілік. Әсіресе осы мүмкіндікті пайдаланып айтқым келеді. Жауапкершілік ол ер азаматтардың мойнында болу керек. Сондықтан отбасы құрғандағы ер азаматтардың ең бірінші міндеті бойына сіңіріп өсу керек тәрбиесі, ол отбасындағы жауапкершілік. Сондықтан жауапкершілікке ер азаматтар көп мән беру керек. Ол отбасын құрудағы тек сезімнің артында жетелеп кетпей, осы мәселелерге дайын болу керек жастар. Сондықтан жастарды сезіммен ғана шектелмей, отбасын құруда алдын ала жоспарлап, отбасын құрудағы жаңа қиындықтарға өздеріңізді дайындаңыздар деп кеңес бергім келеді. Жақсы, рахмет. Ал қазір осы сіздердің отбасы қолдау орталығында жастар арасындағы отбасын құндылықтарын нығайту мақсатында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Отбасы құндылықтарын нығайту мақсатында отбасылық ең бірінші тәрбие, адами құндылықтар, сонымен қатар бала тәрбиесі деген тақырыптарда түрлі семинарлар, семинар тренингтер, кездесулер жастармен, дөңгелек үстелдер, түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Отбасы құндылықтарды дәріптеу ең бірінші ол отбасында басталады. Себебі отбасында бала айтады ғой,
Бізде ата бабаларымыз айтты ғой, отбасында не көрсең ұшқанда соны ілесің деп. Ол кісілер жаңағы айтқан жоқ, отбасында не естісең немесе не тыңдасаң деп айтқан жоқ, көрсең деп айтты. Сондықтан да отбасында бала не көріп өседі, нені бойына сіңіріп өседі, сол ұшқан кезде сол тәрбиені, сол жаңа бойына сіңіріп өскен құндылықтарды, қасиеттерді қоғамда пайдаланады. Сондықтан бұл тек қана отбасын қолдау орталығының міндеті емес, ең басты ол отбасында болу керек тәрбие, одан кейін бұл қоғамның мәселесі. Сонымен қатар білім беру ұйымдары да бұл ретте барлығы бірге тығыз байланыста жұмыс жасау керек. Себебі отбасы қоғамның тірегі деп айтып жатырмыз қазіргі таңда. Отбасы дұрыс болған жағдайда біздің мемлекетіміздің дамуы ол өздеріңізге белгілі жоғары деңгейде болатыны. Жақсы, өте жақсы айттыңыз. Ал қазіргі таңда сіздердің орталықтарыңызға жас отбасылар қандай мәселелермен жиі жүгінеді? Қазіргі таңда жас отбасылардың жиі кездесетін мәселесі ол бір-бірін түсінбеу, отбасындағы жанжал, қарым-қатынастың мәдениеті, одан кейінгісі бала тәрбиесі. Осы мәселелер бойынша жүгініп жатады. Біздің мамандар бұл тақырыпта өте ауқымды жұмыс жасауда қазір. Оның бірден бірі қарым-қатынас мәдениеті. Жаңа айтып өттім ғой, жастар сезімнің жетегінде үйленеді да, көп жастар отбасылық өмірге дайын болмайды. Осы жағдайда бір-бірін түсініспеу және де жанжал туындап жатады көп орайда. Жанжал неден туындайды? Бір-бірін тыңдай білмеу. Бұл отбасындағы ең басты мәселе, ол бір-бірін тыңдау. Және де бір-бірінің деген пікіріне құрметпен қарау. Яғни, мысал үшін, сіз бір затты қалап тұрсаңыз, мысалы, бір жаңағы өзіңізге қажетті іспен айналысқыңыз келіп тұр, ал сіздің жолдасыңыз сіздің үйде отырғаныңыз қалайды деген сияқты. Бұл жерде тек қана бір тарапты ғана тыңдап, менікі дұрыс емес, менікі ғана болу керек емес, сіздің жұбайыңыздың да пікірін құрметтей білу керек. Яғни ол кісінің өзінің қалап тұрған құндылығын ары қарай қолдай білу керек. Сол кезде бір-бірін тыңдай білсе, бір-бірін қолдай білсе, сол кезде жағдайда бейбіт жолмен шешіледі. Бұл тарапта біздің мамандар өз кеңестерін беріп жатады жастарға. Сонымен қатар жеке-жеке сөйлеседі, әйелімен бөлек сөйлесу арқылы, күйеуімен бөлек сөйлесу арқылы, соңында бір бейбіт шешімге шақыру арқылы, яғни медиация дейміз, егер жанжал туындап жатқан жағдайда, сондай медиациялық жұмыстарды атқарылып жатады. Жақсы. Жаңа сөзіңіздің арасында айта кеттіңіз, бала тәрбиесі деп. Қоғамда ата-ана мен бала арасындағы мәселелер де қазір маңызды мәселе болып тұр. Осыған байланысты сіздердің орталықтарыңызға ата-ана мен бала қарым-қатынасы арасында қандай жиі түсініспеушіліктер кездеседі? Ата-ана мен бала қатынасында енді қазір біздің бұрынғы тәрбиеміз бөлек болды, Қазір кішкене тәрбие басқаша, бөлек, жаңа басында айтып өткендей өзгеше, заман талабына сай әрине. Қазіргі балалар жаңағы цифрлық дейміз ғой, телефон, гаджет бар, интернет бар, тәрбиені көбінесе сол жақтан алып жатқан сияқты көрінеді. Бірақ дегенмен де ол жаңа ең басында айтқандай барлық тәрбие осы отбасынан басталады. Балаға тәрбие беру, отбасы жалпы бала үшін ең бірінші, ең алғашқы мектеп, тәрбие мектебі болып саналады. Бала осы отбасында өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Жастардың психологиялық жағдайы да қазіргі маңызды мәселелердің бірі. Осы жастардың психологиялық жағдайы отбасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Тікелей әсер етеді. Себебі сіздің психологиялық жағдайыңыз тұрақсыз болатын болса, сіз үнемі күйзелісте жүретін болатын болсаңыз, сіздің миыңызда бір бітпей қалған шаруа тұратын болса, сіз ол міндетті түрде сіздің отбасыңызға, сіздің көңіл күйіңізге,
қасыңыздағы жолдасыңызбен қарым қатынасыңызға міндетті түрде ол әсерін беретін болады, ол кері әсерін беретін болады. Сондықтан да психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру ол өте маңызды. Бұндай жағдайда мен мамандардың кеңесіне жүгінуді ұсынамын. Себебі қазіргі таңда психолог мамандары өте қарқын дамуда, олар ізденуде, олар адам психологиясын зерттеуде. Сондықтан да бұл орайда маманның кеңесі өте тура келеді деп айтқым келеді. Бізде енді өзіміздің менталитетімізге сай әлі дұрыс түсінік қалыптаспай жатыр психологқа бару, психолог маманына жүгіну деген сияқты, өкінішке орай. Бірақ психолог маманына жүгінуді ешқашан ұят көрмеңіз деп айтқым келеді. Керісінше бұл сіздің өміріңізге деген жауапкершілігіңіз. Маманның кеңесіне жүгіну ол ұят емес, ол керісінше сіздің өміріңізге деген жауапкершілігіңіз, сіздің алдағы өміріңізге деген, болашағыңызға деген жақсы әсерін беретін бірден бір құрал. Ал егер психолог маманына жүгінуге мүлдем мүмкін болмай жатқан жағдайда, сіз күйзелісті өзіңіз жеңуге тырыспаңыз деп айтқым келеді. Себебі күйзелістен шығу ол өте қиын мәселе. Күйзелісті бөлісу керек. Егер психолог маманы болмай жатқан жағдайда, қасыңызда мүмкіндік болмай жатқан жағдайда, ата-анаңызбен, құрбыңызбен, немесе жақын адамыңызбен, әпкеңізбен, тіпті ол сіздің әріптесіңіз болуы мүмкін. Жалпы бір адаммен бөлісе білу керек. Жан айқайыңызды сыртқа шығара білу керек. Ал егер ол жан айқайды сыртқа шығармаған жағдайда, ол өзіңіз үшін өте қиын болады. Сондықтан да психологиялық тұрақсыздық байқалып жатқан жағдайда ол міндетті түрде бөлісіңіз деп айтқым келеді. Сонымен қатар жаңағы өзіңіздің жолдасыңыз болады ғой, сол жолдасыңызға да қазіргі сіздің ішкі жағдайыңызды, ішкі болып жатқан мәселеңізді де жолдасыңызға айтып түсіндіріп, осы кезеңде қолдау көрсетуін сұрау, ол өте дұрыс шешім болар еді. Өте жақсы жауап болды деп ойлаймын. Отбасында жанжал туындаған кезде ол мәселені ушықтырмай шешудің қандай тиімді жолдары бар деп ойлайсыз? Мен бағана айтып кеттім, ең бастысы тыңдай білу. Бір-біріңізді тыңдай біліңіздер. Себебі барлық мәселе осы тыңдау арқылы шешіледі. Егер сіз тыңдай білсеңіз, ести білсеңіз, өзіңіздің қасыңыздағы адамды, серігіңізді ести білсеңіз, және де эмоцияға берілмей, сол адамды айтып отырған мәселесін жанжалды сабырмен шеше білсеңіз, және де бейбіт жолмен шеше білсеңіз, сіздің отбасыңызда ешқашан шаңырақ шайқалмайды. Себебі ең бастысы ол сабыр сақтау. Ер азаматтар үшін тыңдай білу, әйел азаматтар үшін жаңағы отбасындағы кикілжіңді эмоцияға бермей, сондай бір келеңсіздікті, болып жатқан келеңсіздікті бір барынша мейлінше түсініп, сол тығырықтан шығу жолдарын бейбіт жолын іздеу. Ал егер мүлдем тығырықтан шыға алмайтындай жол таппай жатсаңыз, онда мамандардың кеңесіне жүгінуді ұсынамын. Сұхбатымызды қорытындылай келе, отбасын құруға дайындалып жүрген жастардың бойында болу керек 3 қасиетті айта кетсеңіз, және соларға бір мотивациялық кеңес беріп, бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ. Ең алдымен 3 қасиет, ол ең бірінші тыңдау. Тыңдай білу, мен оны бағанадан бері айтып жатырмын. Екінші ол қолдау, бір-біріңізді қолдау, одан кейінгі жауапкершілік. Сіз отбасы құрғаннан кейін міндетті түрде ол отбасыға жауапкершілікпен қарау керексіз. Себебі отбасында тек сіз екеуіңіз ғана емес, ол жерде тағы бала дүниеге келеді. Ол баланың өміріне, болашағына жауапкершілікті сезіну ол өте маңызды және міндетті. Мотивацияға келетін болсақ, біздің енді қазақтар көп өте керемет сөздерді бізге айтып, өсиет керемет қалдырған. Соның ішінде жаңағы бір халық аузында жүрген сөз бар:
үйлену оңай, үй болу қиын деген сияқты. Ол ең қиыны